ауыл шаруашылығын дамыту облыста басым бағыттардың бірі. 24 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы көлемі 682 миллиард теңгеге жетіп, өңірлік өнімнің 7%-ын құрады. Биылғы жылға бұл көрсеткіш 3,3 өсіммен 751 миллиард теңге көлемінде жоспарланған. Облысымыздың ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттау көлемі жылдан жылға ұлғаюда. Мұның айқын көрінісі мынау Шинлайн компаниясының экспорттау шеңберін кеңейте отырып, балмұздақ өнімдерін Сауд Арабия, Ресей, Қытай, Орталық Азия елдеріне шығару. Фрударт компаниясының сублимациялық өнімдері ЛСТ Агро жылыжайындағы томат өнімдерінің 90% Ресейдің Пятерочка, Магнит секілді ірі сауда желілеріне тікелей жеткізілді. Осындай компаниялардың қарқынды жұмыстарының нәтижесінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15%-ға артып, 345 миллион ақш долларын құрады. Сонымен қатар, мемлекеттік қолдау аясында 13 сүт тауар фермаларын құруға республикалық бюджеттен 15 миллиард теңге бөлінді. Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеуді ұлғайту мақсатында Пепсика компаниясымен келіссөздер жүргіздік. Нәтижесінде Нарынқолда өсірілген картоптан Лейс өнімдері шығарылатын болады. Облыс ауыл шаруашылығына бөлінетін субсидия көлемі бойынша біз 8-ші орында болғанымен, өнім көлемі бойынша тұрақты алғашқы бестіктеміз. Мемлекеттік қолдаудың 1 теңгесіне бүгінге 17 теңге өнім шығарылуда. Бұл көрсеткіш бойынша республикада алдағы қатардамыз. Агроөнеркәсіп кешенінің тұрақты дамуы су ресурстарының қолжетімділігі мен тиімді пайдалануына тікелей байланысты. Бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі 9000 шақырым ирригация желілерінің тозуы 60%-ға жетіп, су шығыны 50%-ды құрап отыр. Туындаған мәселелерді шешу мақсатында алдағы жылдары облыстың суару желілеріне Ислам даму банкі арқылы 255 миллиард теңге қаражат қарастырылып отыр. Нәтижесінде Балқаш, Еңбек, Шығазақ, Жамбыл, Райымбек және Ұйғыр аудандарында суару желілерін жаңғыртылып, 111 мың гектар жер айналмаға қосылады. Су үнемдеу технологияларын қолдану ынталандыру мақсатында облыстық бюджеттен жыл сайын 1,5 миллиард теңге көлемінде субсидия бөлініп, 3 жыл ішінде осы технологияларын қолданатын жер көлемі, яғни тамшылатып, жаңбырлатып суаратын технологиялар 20 мың гектардан 65 мың гектарға жетті. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланылмаған жерлерді қайтару бойынша жұмыс жалғасуда. 22-25